Қайырлы күн достар, бүгінгі видеомызда біз осындай абайка тігуді үйренетін боламыз. Бізде мына екі түрлі комбинированный етілген көк велюр материалы мен дак материалының қосындысынан абайка тігетін боламыз. Матаны екі бүктейміз. Міне материалымызды тік жағын жоғары қаратамыз. Мен алдын ала жасалған лекаланы үстіне қоямын. Сіздерге егерде мастер-класс түсініксіз болса, менің жекеме жазып, сол арқылы мастер-класстың сабақтарын толық алатын боласыздар. Міне осылай лекаланы қойып аламын. Міне сол бойынша мен бормен сызып, міне иықты мен оверсайз пішінде қылып пішіп жатырмын. Міне иықтың ұзындығын 25 см қылып создым. Міне енді белімізді етегі жағын шамалы кеңдеу алып пішуді дұрыс көрдім. Міне алдыңғы бөліктің ойығын ойдым. Міне сол бойынша сызбаны сызып қырқып шығамын. Келесі видеоларды жіберіп алмау үшін қоңыраушаны басып, комментарияға түсінбеген жерлеріңізді жазып кетсеңіздер болады. Келе жатқан наурыз мейрамына қарсы осы қажекейге арнап тағы тақия тігуді көрсететін боламын. Мына шапанымыздың екі жеңін пішіп жатырмын. Алдыңғы бөлігіне және жең бөлігіне жиек дегеніміз. Осыған мен қазір 20 см материалды қырқып шықтым және екі бүктеп үтіктедім. Міне енді жеңімізге осы қырқып дайындап алған манжетімізді қосып тігеміз. Бірінші біз бір тігіс жүргізіп, соны қатпарлап, жіптерін тартып, қатпарлап аламыз. Сосын кейін манжетін қосып тігеміз. Әсемдік үшін шапанның алдыңғы бөлігіне әртүрлі брошкалар қадасаңыздар да болады. Сол кезде шапаныңыз әдемі болып көрінеді. Екінші жеңімізді де дәл солай қатпарлап алып, манжетін тігіп шығамын. Сосын кейін оверлок машинкасымен шетін жиектерін тігіп шығамын. Енді міне арқа бөлігіндегі бір тігісін тігіп шығамын. Енді столдың бетіне қоямыз. Алдыңғы бойды екеуін бір-біріне беттестіреміз де екі иықтарының тігісін тігіп шығамыз. Енді дайын болған жеңімізді қолтық ойындысынан бастап тігіп шықтым. Оны да оверлокпен бір жүргізіп шықтым. Содан соң столдың бетіне жайып, екі жағын жеңінен бастап етегіне дейін тігеміз. Дайындап қойған алдын ала манжетімізді алдыңғы бөлігіне тігіп шығамын. Видеода көріп тұрғаныңыздай шапанымыз дайын. Сіздермен болған меруерт. Келесі видеода кездескенше қош сау болыңыздар.